Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менде осындай әдемі пряниктердің жаңа рецепті болады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап отырыңыздар. Қараңыздар, түрі өте әдемі болып шыққан, әрі үйде табылатын қарапайым заттардан дайындалатын пряниктер. Бізге керекті ингредиенттерді айта кетсек, ол ұн, қант, жұмыртқа, сұйық май, бал және менде бұл жерде қопсытқыш пен ванилин бір ыдыста. Міне осы заттар ғана бізге керек болады. Ендеше біз пряниктерді жасауға кірісейік. Ол үшін ыдысымызға қантты салып аламыз, оның үстіне жұмыртқамызды саламыз, енді оның үстіне сұйық майымызды құямыз. Енді оның үстіне балымызды салып аламыз. Міне ыдысымызға осы ингредиенттердің барлығын салып алғаннан соң барлығын жақсылап тұрып осындай венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Қантымыз кішкене ерігенше жақсылап тұрып араластырып аламыз. Міне осылай жақсылап араластырып алғаннан соң енді оның үстіне қопсытқыш пен ванильді қантты үстіне саламыз да, оны да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Сұйық массамыз енді осымен дайын. Енді оның үстіне електен өткізілген ұнымызды салып аламыз. Ұнның барлығын бірден сала салыңыздар. Ұнның барлығын салып болғаннан соң осындай күрекшенің көмегімен бірінші қамырдың басын біріктіріп аламыз. Осылай жақсылап араластырамыз. Одан соң қолымызбен илеуге кірісеміз. Жалпы біз пряник үшін қамыр илеп алуымыз керек. Құрметті көрермен, егер де сіз менің каналыма алғаш келіп отырсаңыз, менің каналымды жоғалтып алмас үшін тіркеліп алыңыз. Өйткені менің каналымда бір жасағаннан ақ шығатын өте оңай рецепттер өте көп. Менің каналыма кіріп қарасаңыздар болады. Міне бізде осындай жұмсақ, қолымызға жабыспайтын әдемі жағымды қамыр пайда болады. Енді бұл қамырымызды дөңгелектерге бөліп листімізге, яғни пергамент қойылған листімізге қойып шығатын боламыз. Таразымен өлшеп жазсаңыздар да болады, бірақ та мен көз мөлшермен өлшеп, осылай дөңгелектеп, үстін кішкене ғана басып, осылай пергаменттің үстіне тізіп қойып шықтым. Өздеріңіз қаласаңыздар, осы пряникті дөңгелетіп жатқан кезде арасына жаңғақ секілді немесе шоколад секілді нәрсені қосып жіберсеңіздер болады. Менде бірақ классикалық рецепт болған соң ішіне ештеңе қосқан жоқпын. Осылай жай ғана дөңгелектеп қойдым. Міне пряниктеріміздің барлығы осылай дайын болды. Енді үстіне кішкене ғана сүтті жағып аламыз. Қазір біз бетіне қант ұндаған себебіміз сол кезде әдемі болып тұру үшін бірінші бетіне сүт немесе жұмыртқа болса жұмыртқаны да жақсаңыздар болады. Міне барлығына сүт жағып болдық. Енді әрқайсысына қант ұнтағын кішкене ғана көбірек етіп, осылай барлығына сеуіп шығамыз. Егер де сіздерде майдаланған жаңғақ болса, оны да сепсеңіздер болады. Пряниктерімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Міне қараңыздаршы, біздің пряниктеріміз осымен дайын, осылай топ-томпақ сап-сары болып әдемі болып шығады. Тарелкеге барлығын қойып шығамыз да, енді шайды қойып әдемілеп шай іше берсек болады. Ешқандай да дүкеннен сатып алмай, осындай үйде қарапайым заттардан дайындалатын пряникті үйде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде балаларыңызға, үй ішіңізге дайындап беріңіздер. Пряниктің сырты кішкене ғана хрустящ, яғни қытырлақ болып тұрады. Қараңыздаршы, енді ішкі бөлігін көрсетейін. Ішкі бөлігі осындай әдемі болып, кішкене ғана жұмсақ болып тұрады. Баршаңызға астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Раушан.